Қазіргі кезде жастар үлкендерді, үлкен жастарды түсіне алмайтын заман туды ғой. Бәлкім ол бұрыннан жалғасып келе жатқан заман шығар. Біздің де жастық шағымызда көңілдері толмайтын, көбірек тиым салып отыратын еді ғой үлкендер. Сол үрдіс жалғасып жатқан шығар. Қанша дегенмен біздің де жастық шағымызда балалықтар, шалалықтар болып жатты. Үлкендеріміздің көзіне ерсі көрінгенде болар. Ал қазір біз айтамыз, кейінгілердің қате істерін көргенде. Солай өмір заңдылығымен өмір сүріп келеміз. Тым жастай жесір атанып, тас бауыр тағдырдың тәлкегіне ұшырадым. Онсыз да жетім өскен қыз едім. Ендігі өмірім жарқын болсыншы деп тілегеніммен, адамның емес Алланың қалауы болады екен. Тұрмысқа шығып, отбасылы бақыттың құшағында елетіп жүрген шағымда басыма қайғы бұлты үйірілді. Яғни 25 жасымда 2 баламмен жесір қалдым. Жолдасым жойқын жол апатынан тіл тартпай кетті. Сенгім келмейді әрине, бірақ сенгім келмесе де, қиын болса да қабылдауға көндігуге тура келді. Шетте 2 баламмен қалғанымда барымнан айырылғандай күй кештім. Өзім жетім қыз едім. Жолдасым кеткен соң кімге қол жайып барарымды білмей ата-енемнің қолында қалдым. Ата-анам жоқ паналап баратын. Өзім жас босанған едім сол кезде 2-ші перзентімді. Атам да енем де өте қатал кісілер еді. Баласының өліміне мені кінәлады. Өйткені перзентханаға келе жатқан жерінен үлкен жүк көлігіне соғысып қайтыс болған еді. Жазым солай келіп тұр ғой, әйтпесе менің кінәм бар деп ойламаймын. Ата-енеме де баласынан айырылу оңайға түспеген түсінемін. Бірақ мен де олардан кем қиналып жатқан жоқпын ғой. 2 баламды қалай асыраймын, қалай жеткізем, енді қалай күн көрем, кімге алақан жаямын деп жыладым емес пе? Мен осы шаңыраққа келін болып келген күннің өзінде ата-анамның жоқ екенін біліп, кішкене қомсынып қалғанды. Кейінірек мені кәдімгідей басынып, іздеушісі, сұраушысы жоқ дегендей қол секілді ұстай бастады. Тек қана ұлының көзінше бұлай жасамайтын. Ал күйеуім жұмысқа кеткен кезінде көресіні көрсететін еді. Тіпті енем мені ұратын. Ұрғанына да шыдадым. Кешке күйеуім жұмыстан келіп, неге көңіл күйің жоқ деп сұраса да айтпайтынмын. Өйткені өзімде ана болмағандықтан, оның анасын өзіне жамандап, араларына от салғым келмейді. Күйеуімді 2 оттың орасында қалдырып, таңдау жасауға мәжбүрлегім келмеді. Жасы келген адам, оның барлық мінез-құлқына түсіністікпен қарап, шыдамды болуға тырыстым. Солай жүргенде күйеуімнен айырылып қалдым ғой. Сол кезде енем мені кінәласа да, немерелерінен көз жазып қалғысы келмеген. Мен де оларға ешқайда кетпейтінімді, 2 балам үшін өмір сүремін деп өзіме уәде бергенімді айттым. Және қарт кісілерге де күтім қажет екенін. Оларға өле-өлгенше қызмет жасайтынымды айттым. Олар әрине рұқсат етті. Немерелерінен, ұлынан қалған тұяқтан айырылып қалғысы келмейді ғой. Қайтадан күйеуге шықпадым. Ата-енемді ақтық сапарына арулап шығарып салдым. Балаларым ер жетті. Оларды қатарынан кем етпей өсірдім. Әрине, әкесіз болған соң көптеген қиындықтар болды. Дегенменен қатарынан кем қалдырмай өсірдім. Қазір көп немерелерім бар. Бақытты әжемін. Бірақ менде мәселе жоқ емес. Балалардың қызығын да, шыжығын да қатар көредемін. 2 келін бірге тұрады. Кейде тату, кейде қисық. Әйтеуір солай өмір өтіп жатыр. Бірі қалаға бөлек шығамын десе, екіншісі де қалыспайды. Қисық жерлерін түзетіп, дұрыс жолды көрсетіп жіберетін ене әр шаңыраққа керек-ақ. Мен әкесіз өскен 2 ұлымды бір-біріне жақын болсын деп енші бермей отырған жоқпын. Қай ұлымның қолында тұратынымды да шешкен жоқпын. Себебі екеуі де қара шаңырақта мен қаламын. Әкемнің шаңырағын гүлдендіріп, түтінін түзу ұшырып, орнын басып отырамын деп таласуда. Енеммен бірге тұра алмаймын дейтіндердің уәжін де қабылдай аламын. Өйткені ене де адам. Оның да өз қателігі жетерлік. Қалыптасып кеткен адамның қателігін түземей, керісінше солай қабылдау керек.
Мен де енемнің қателіктерін кешірдім. Солай қабылдадым. Сондықтан мен бұл үйден кетпей 2 баламды өсірдім. Ал 2 келінімнің бір-бірімен санасқанын көргенімде енем есіме түседі. Шіркін, менің орнымда енем болғанда мына 2 келінді бір шыбықпен айдап, өз орындарын көрсетіп берер еді-ау деп. Өйткені менің мінезім жуас. Әбден шайлығып қалған жүрек құрғыр, не болар екен деп уайымдайды. Әйтпесе біреуіне еншісін беріп, бөлек шығаратынымды білемін ғой. Ол да қырғынмен бітпесе болғаны.